Баршаңызға сәлем, есімім Назира. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен қуырылған түшпара пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді және жылдам дайын болатын тағам. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Арнама тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписация батырмасын басып, тіркеліп алыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Осылай менімен бірге жасап көрсеңіз болады. Бұл тағамды дайындау үшін мен бір жұмыртқаға 150 грамм су құйып, жарты шай қасық тұз салып, қамырымды илеп аламын. Қамырды кәдімгі мантының қамыры сияқты етіп илеп аласыздар. Осылай илеп жарты сағатқа қойып қоям. Сосын енді ішіндегі начинкасын дайындайтын боламын. Оны мен картоптан жасаймын. Картопты суға пісіріп алып, осылай кішкене сүт қосып жіберіп, тұз салып, картопымды дайындап аламын. Сосын қамырды жаюға кірісетін боламын. Қамырды тым жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Орташа қалыңдықта болсын. Ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Және де болашақта менен қандай рецепттер күтесіз, соны да жазып қалдырып қойыңыз. Осылай жайып алып, енді түшпараның қамыры сияқты етіп, қамырымды кесемін. Осылай майда-майда қылып, төрт бұрышты етіп кесіп дайындап аламын. Енді түшпарамды түйемін. Түйген кезде қамырдың жан-жағын қатты қысып бекіттіңіздер. Себебі майға түскен кезде ішінде картошкалар шығып кетпеу үшін. Осылай түскі асқа дайындасаңыздар өте керемет шайға. Мен картопқа тек тұз ғана қостым. Негізі қалауларыңыз бойынша қара бұрыш, кішкене жуа қосып жіберсеңіздер де болады. Енді қызып тұрған табадағы майға қуырып пісіріп алатын боламын түшпараларымды. Осылай екі жағын кезекпен кезек аударып, қызартып пісіріп аламын. Мен түшпарам дайын болды. Өте керемет. Осылай менімен бірге жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, қолдап қойғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Арнамнан алыстамаңыз.